Ассаламу алейкум, құрметті мұсылман қауым, қазақ елі, абай жұртшылығы. Баршаларыңызды алда келе жатқан қасиетті айт күнімен, сонымен қатар келе жатқан әз Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Аллаға сансыз шүкірлер болсын. Бір айғы оразамызды ұстап, ихсан жақсылық пітір садақаларымызды беріп, ауызашарлар ұйымдастырып, Рамазан айын осындай берекемен, жақсылықпен шығарып салып жатырмыз. Алла бұйырса, таңғы сағат 7-де Абай облысы бойынша қасиетті айт намазы оқылатын болады. Және де биылғы айт намазының бір ерекшелігі әз Наурыз мерекесімен тура келгендіктен ұлттық құндылығымызды дәріптеп, айт намазына және де сол күнгі жұма намазына ұлттық нақышта киініп келуге баршаларыңызды шақырамыз. Айт мерекесін Алла бұйырса Абай Құнанбайұлы мешіті, яғни 20 Наурыз жұма намазынан кейін осы жерде Наурыз мерекесімен бірге тойлайтын болады. Әртүрлі ұлттық, дәстүрлі іс-шараларымыз осында өткізіледі. Баршаларыңызды осы қос мерекеге шын қуанышпен бірге өткізуге шақырамыз. Айт қабыл болсын, Наурыз мерекесі құтты болсын, ағайын.